Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы видеоларыма лайк басып, достарыңызбен және де әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін осындай мед және орех қосылған пирожное жазылардың рецептісімен бөліскім келеді. Торт күйінде де жасауға болады, бірақ пирожное қылып кесіп сатсаңыздар да көптеген пайда табуға болады бұл торттан. Жасалу жолы оңай, құрамы арзан шығады. Жасап көріңіздер. Мен описаниеда барлық құрамды қалдырамын. Мына жерде 5 жұмыртқаны жарып алып, үстіне қантымызды салып, әбден аппақ көпік болғанша, қойылғанша дұрыстап тұрып миксерлеп аламын. Енді осы қойылған массамның үстіне сүтімді, өсімдік майымды, және мед саламын. Осылай бөлме температурасында тұрған. Жібітіп, сәл буға жібітіп алсаңыздар да болады. Мен бірақ бөлме температурасында тұрғанын салдым. Және осындай 1 шай қасық ас соусын, алма сірке суын құйып, күйдіріп аламын. Және осыны салатын боламын қазір. Массама осыны қостым. Енді жақсылап бір араластырып, бір келкі массаға айналдырып, бір миксерлеп аламыз да ұнымызды саламыз. Ұнымызды үстіп бөліп, 2 бөліп салдым. Бірінші бөлігін салып араластырғаннан кейін кішкене екінші бөлігін салып, міне қоймалжың масса шықты менде осындай. Қазір осы шыққан массаға мен уатылған 50-60 граммдай грек жаңғағын салып, қолмен сәл араластырып жібердім. Венчикпен немесе лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Енді осы шыққан массаны қазір 4 бөлікке бөлемін. Осылай пергаментіме менің 25-25 формам, сол формамен сызып алып, сол сызған форманың жиектерін келтіре отырып, осылай 4 пергаментке мен қамырымды жайдым. Міне осылай барлық пергаменттерге жайып шықтым және пешіме салып 160 градуста 15 минут пісіріп алдым. Міне менің қамырларым пісіп шықты. Торттың несі дайын. Енді қазір кремді дайындаймын. Ол үшін 500 грамм сармай, үй жағдайында, үйде тұрған, үй температурасында тұрып, жібіп тұрған сармайды осылай әбден аппақ болғанша миксерлеп аламын, жақсылап тұрып. Енді осының үстіне 2 қойытылған сгущенка керек. Өздеріңіз ұнайтын кез келген сгущенканы алсаңыздар болады. Мен бірінші біреуін салып алдым. Кішкене миксерлеп араласқаннан кейін барып, екінші банканы салып, жақсылап тұрып әбден араластырдым. Іртік қалмайтындай қылып, қарап бір келкі массаға айналғанша жақсылап тұрып миксерлеп кремді дайындап аласыздар. Міне менің крем де дайын болды. Енді мына жерде менде 200 грамм тағы да грек жаңғағы бар, себебі торттың атын айтып тұрғандай медовый ореховый. Сондықтан да осындай грек жаңғағы және пропитка жасайтын осылай сүтімді алдым. Енді жаңа бірінші коржыма осылай сүтпен жақсылап тұрып пропитка жасап алдым. Осының үстіне кремді теңдей 4 бөлікке бөліп аламын. Сол бір бөлігін салып, барлық жеріне тегістеп тұрып корждарыма кремді жақтым және аздап грек жаңғағын сеуіп шығамын. Осылай видеодағыдай барлық корждарымды жинақтап, тортымды жинап аламын. Яғни корж саламын, пропитка жасаймын, содан кейін кремдерімді саламын және де грек жаңғағын сеуіп, келесі коржымды осылай қайталап барлық торттарымды жинап болдым. Барлық корждарымды жинап, тортымды жинап болдым. Осылай беткі қабатын жапқаннан кейін мен жан-жақтағы артық шығып тұрған корждарын бәрін тегістеп кесіп тастадым артықтарын.
Енді беткі кожында мен осылай жақсылап тұрып пропитка жасап алдым. Енді осының бетіне қалған кремін салып, тегістеп жан-жағына және бетіне тегістеп тұрып жағып шығамын. Осылай кремді толықтай жинап салып шығып шыққаннан кейін беттерінің бәріне уатылған грек жаңғағын сеуіп шығамын, және де жан-жақтарының бәрін грек жаңғағын қаптайтын боламын. Осылай бәрін дайындап болғаннан кейін тортымды мен бір түнге тоңазытқышта қалдырамын, әбден кремі сіңгенге дейін. Міне тортым дайын болды, осылай әдемі шықты, прям аппетитный болып тұр. Енді осыны мен бір түнге холодильникке қалдырып, содан кейін кесетін боламын. Мен жай сіздер үшін осылай жеңіл кесіп көрсете салдым. Жалпысында 4 бұрышты қылып бірдей бөліктерге бөле отырып, қағазға салсаңыздар, қымбатқа жақсы сатуға болады, дәмі ерекше болады.